Сәлеметсіздер ме менің оқырмандарым, каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бірге Таңшолпан. Мен сіздерге өте дәмді, су құймай пісіретін ыстық тамақтың рецебімен бөлісемін. Міндетті түрде осы тағамды кешкі асқа немесе түскі асқа жасап көріңіздер. Өте дәмді, керемет болып шығады. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қарап, маған тіркеліп жанындағы қоңырауша белгісін басып қойыңыздар. Ең алдымен қазанымызға май құйып, ішін бәрін майлау керек. Май тек сол жағып шығу үшін ғана қажет. Содан соң етті саламын. Бұл менде жылқының еті тұздалған. Сіздер өздеріңіз білесіздер, қандай ет салсаңыздар да. Одан соң жуа, картоп, помидор, бұрыш, өзіңізге ұнайтын көкөністер салсаңыздар болады. Капуста, сәбіз сияқты кімге не ұнайды, соны салсаңыздар болады. Көріп тұрғандарыңыздай мен турамай салып жатырмын барлығын. Себебі турап салсақ біз соңында олар езіліп көкөністерімізді, етімізді таппай қаламыз. Дәміне қарай тұз, бұрыш салдым, лавровый лист салдым. Сөйтіп барлығын жауып, төмендетілген отта пісіреміз ақырын. Өте қатты қайнап кетпеу керек. 40-50 минуттың ішінде өзі шыңылдап дауыс береді. Біз ол уақытқа дейін самаурынға шай қойып, бау-бақшамыздан көкөністермен салат жасап, не осылай ыңылдап дауыс бере бастаған кезде оттан алып, мына қалпақшаларын ақырындап ашып қоямыз, көтеріп. Сол кезде ішіндегі бу шығады жоғарыға қарай. Бу шығып тынышталғаннан кейін барып қазанымыздың қақпағын ашамыз. Ішінде бірде-бір су құйылмаған тамақ осындай сорпаға толы, өте дәмді болып шықты. Видеоның соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Маған тіркеліп қоңырауша белгісін басып қойыңыздар. Сау, саламатта болыңыздар.